Баршаңызға сәлем, сіздермен Алтынай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тез дайындалатын сірне тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бұл тағам бір жасағаннан-ақ өте дәмді, ерекше болып шығады, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар ет, пияз, сәбіз, картоп, болгар бұрышы, капуста және дәмдеуіштер. Алдымен қазанымызға майымызды құйып, етімізді салып, етіміздің суы әбден қуырылып кеткенше қуырамыз. Сол аралықта көкөністерімізді турап бастаймыз. Жіңішкелеп пиязымызды турап қоямыз. Одан соң сәбіздерімізді және картопты мен осылай арнайы әдемі етіп турап қойдым. Мұндай пышақпен турау міндетті емес, өз еркіңіз әдемілік үшін. Етіміздің суы тартылып, міне өзі қуырыла бастағанда, пиязымызды салып қуырамыз. Кішкене уақыттан кейін сәбізімізді саламыз. Және болгар бұрышын салып, осылай қуыра бастаймыз біртіндеп. Арасында дәмдеуіштерді қосуды ұмытпаймыз. Мен қара бұрыш қостым. Тұз салыңыздар міндетті түрде. Менің етім өте тұзды болғандықтан мен тұз салған жоқпын. Сіздер тұзды салуды ұмытып кетпеңіздер. Одан соң картопты салып, араластырып, үстіне осылай капустаны бір келкетіп, майдаламай, үлкенде көлемде осылай жауып қоямыз. Және капустаны осылай кішкене тұздаңыздар. Бетін толық жабамыз. Мінекей біздің тамағымыз осылай пісті, тез дайындалады, әрі өте дәмді. Бірінші алдымен капустамызды осылай астына жайып аламыз, және үстіне піскен картоп, етімізді, сәбізімізді салып шығамыз. Үстін өз еркіңіз укроп, көк пияз немесе пияз кәдімгі турап, әсемдеп қосып жесеңіздер бола береді. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Каналыма тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта өте көп рецепттер салынады. Рахмет, сау болыңыздар.